Ассалаумағалейкум, мен Какимов Айдос. Бұл тарих сабағы 2-ші СРС. Мен таңдап отырған жалпы кітап Қабдеш Жұмаділовтің «Тағдыр» романы. Бұл кітапты, жалпы мен өзім бұл кітапқа келгенім жайлы айта кетсек, таңдау себебім, мен бұл кітапты бізде мектепте 9-шы сыныпта шатаспасам бізде өткен болатын. Бұл кітап романды біз өттік. Жалпы мен біраз есімде қалған нәрселері бар. Сондықтан бұл кітапты мен оқуға қазір жақсы мүмкіндігім болды. Біз одан бөлек Қабдеш Жұмаділовтің бізде «Таңғы дүние» секілді романдарында біз өткен талдаған болатынбыз мектеп барысында. Жалпы автор туралы айта кететін болсақ, Қабдеш Жұмаділов 1936 жылы 24 сәуірде Шыңжаң өлкесінде Тарбағатай аймағында Шәуешек ауданында дүниеге келген болатын. Бұл кісі Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан ұлттық университетінің түлегі, 1956 жылы түскен болатын. Ортада бір-екі өте қиын сәттер болды. Сондықтан бұл оқуды аяқтау өте қиын болды. Кейін қайтып келген соң 1965 жылы бұл университетті аяқтайды. Бұл кісі жалпы шығармашылығы өте бай. Жас дәурен өлеңдері, қаздар қайтып барады секілді, Сары жайлауға, Шарайна, Сәйгүліктер әңгімесі повесті бар. Және де Бақыт жолында, Атамекен секілді басқа романдары да бар. Және ең атақтылардың бәрі өте танымал, ол Соңғы көш және де сол Таңғы дүние. Бұл кісі Қабдеш Жұмаділов Найман тайпасының 4 ұл руынан шыққан. Және сол бір қызықты факт айта кетсем, Таңғы дүние кітабында бұл туралы кішкене қосымша ақпарат айтылады. Өзінің шығу тегі туралы наймандардың. Үлкендердің айтуынша, біздің бабаларымыз Тарбағатайдың бұл бетіне тым ерте Абылай заманында келіп қоныстанған. Ру жағына келсек, 9 таңбалы найманның бір таңбасына ие болған ежелгі тайпа 4 уылдан тараймыз деген. Жаңа сол найманның 4 уылына тарайды. Жаңа қалған 9 таңбаның иелері кімдер десеңіздер, олар әрине Қаракерей, Матай, Садыр 4 уылға тиген айтылады. Және сол 4 уылдың о баста өзі 4 ауыл немесе 4 ұғыл деген сөзден шыққан. Ол шындыққа жарасады. Және де өйткені 4 ауыл өз ішінен Ақболат, Ақбарақ, Аңдабарақ, Қартбарақ болып 4-ке бөлінеді. Және біздің Қабдеш Жұмаділов ағамыз Ақбарақтан тараған. Ал енді жалпы шығармаға келетін болсақ, Тағдыр романы. Қабдеш Жұмаділовтің Тағдыр романы қазақ халқы басынан кешірген ауыр бір кезеңді екі империяның ата қонысы болған Сайын даланы екіге бөліп, шекара сызығын жүргізген кезеген арқау еткен. Романда алуан мінезді өте көптеген тағдырлы кейіпкерлер бар. Олардың болмысы ашылады. Патшалық Россия мен Цин империясы, осы жаңа екі алып империя деп отқанымыз осы. Шығыс Түркістан мен Орта Азияның иеліктерін айқындап, енші бөлісуді 19 ғасырдың 80-ші жылдары ғана қолға алған болатын. Және романдағы күллі оқиға осы айтулы тарихтың халық тағдырына қалай әсер еткенін бейнеленген болатын. Тарбағатай күнгейін мекен еткен халық тағдыры Цин империясының өз халықтарына жүргізген саясаты шынайылықпен шығарманың өзегіне алынған. Романның басты қаһарманы Демежан, бұл біздің басты кейіпкерлер. Оқырман бұл кейіпкермен роман оқиғасының басында Шәуешек аймақтың губернатор Ши Амбының қарауында тілмаш болып қызмет істеп жүрген кезеңін танысады. Өзгелерге ұқсамайтын ерекше тағдыры бар Демежанның өмір жолы тіршілік соқпалы Шәуешек аймағының әміршісіне бағынатын мекендерге тіршілік кешкен қазақ руларының тығыз байланыста көрсетіледі. Және сол кітапты егер үзіндісін айта кетсек, енді оқи кетсек, оқып кетейін. Осы бағана бірінші бөлім деп айта кеткендей, бірінші бөлімде Демежан, Демежан деймін, тұрмайсың ба енді? Үстіп шалқар түске дейін жата бермеуші ме едің? Айтпақшы, бүгін сенің ұлықтарыңа баратын күнің емес пе?
деген бибінің өзіне таныс назды үні алыс бір жақтан еміс естілгендей болады. Бірақ үлкен темір кереуетте арыстай болып зорға сыйып жатқан жас жігіт әлі толық оянбаған қалпында көзін ашпаған күйі қымтана түсіп жата береді. Балға қонған шыбындай кірпіктері ауырлап, санасы сазға батқандай бірте-бірте бұлыңғыр тартып, тәтті ұйқының құшағына қайтадан ене берген. Осы сәтте келіншегі қайта оралып, күйеуінің табанын қытықтады. Оған да болмаған соң танауын қысып, еркелеп ойнауға кірісті. Тек осыдан кейін ғана жігіт амалсыз көзін ашып алған. Қолмен қарап бибіні ұстап алмақ еді, осы сыйлықтай күліп ұзап кетті. Үй іші самалдай жап-жарық, күн едәуір көтеріліп қалса керек. Терезе жақтауынан төрт жаққа қиғаш сәуле түсіп тұр. Демежанның ұйқысы құждың ұйқысындай қатты еді. Солай болатын жөні де бар. Жасы 24-ке жаңа келген. Денсаулығында типтей ақауық. Үйленгеніне әлі жыл толмағанына бұл жігіттің таңғы ұйқысынан тәтті не болушы еді деп бұл дүниеде. Осы сырықтай ұзын бойымен там төбесін тірей жаздап орнына тұрғаннан кейін де кірлеп созылып буындарын бұрт үзіп өз үй ішінде біраз жүрді. Сол бетінде босағада ілулі тұрған ашпалы календардың қасына барып, бір парағын тарих қайнауына қарай аударып тастады. Жаңа бетте 1884 жылдың 25 мамыры император Гуанцзюйдің таққа отырған 10 жыл деген қайта жазу тұр екен. Деген бізде жаңағы сол бастамасы осылай болатын. Енді романның жол торабы деп аталатын сол осы басы. Жол торабы. Бірінші бөлімде Шәуешек аймағы губернатордың сол жаңағы Демежанның халық тағдырын өз пайымен бағамдаған сәттері, Төртуыл, Керей, Жұмық, Тоғас сияқты рулардың жаз жайлауды, қыстауды мекен еткен тұрмыс тіршіліктері, ішінара қайшылықтары да Тарбағатайдың күнгейі мен теріскейінің шекара бөлінісі сәтіндегі жағдайы өз сөз болады. Ал енді жалпы Шыңжаң өлкесі мен орыс жерінің арасында ресми шекара сызығының жүргізілуі жерді меншіктеп, атам заманынан мекен еткен қазақ халқы үшін аса ауыр оқиға болғаны ол бәрімізге түсінікті. Енді әрине екі үлкен империялар қазақ жерін жаулап, қазақ жерінің жерін иемденген кезде біздің өзіміздің қазақтарға өте қатты тиеді. Маған ең басты осы шығармада осы жер қатты тигенін айта кетсе болады. Өзімізге қатты, бұл бәрімізге жақын деп ойлаймын. Қазіргі бұл тарихта қалған нәрсе болғанмен, қазірдің заманның өзіне де ең ауыр тиетін оқиғалардың бірі осы. Біздің жеріміздің басқалар игеруі, біздің өзіміздің қазақ бауырларымыздың, қандастарымыздың осындай қиындық көруі әрекеті, осы екі бұл енді шығарма жөнінде қайтып келсек, атам заманнан мекен еткен қазақ халқы үшін аса ауыр оқиға екені шығарма кейіпкерлерінің әрекеті, ашу, ызасы, жарасыз халдері арқылы көрінеді. Енді оның барлығы Демежанның әкесі Керімбай Заңғы кейіннен Цинь империясының билігіндегі Төртуыл руының үкірдайы болады. Руына беделді көпті көрген адам. Демежанның Шиамбы алдында артықша беделге ие болуының бірден-бір себепкері осы Керімбай болатын. Бұл Демежанның әкесі Керімбай. Романда қат-қабат тартыс, қақтығыстар, әртүрлі мінез бен болмысты кейіпкерлер нанымды суреттеген болатын. Енді бұл жерде мен тағы бір оқиғаны айта кетсем. Осы жерде мені орыс елшілігінің алдынан өтерде Демежан жүрісін сәл баяулатып, ашық қақпадан үш жаққа бажайлап көз жібереді.
Ондағы ойы өзінің жаңа танысы консулға таяуда тілмаш болып келген қазақ жігіті әріп Тәңірбергенов көріне ме деген еді. Онда ешкім көзіне шалынбады. Қақпаның алдында аппақ шалбары ботына жабысқан, үстіне шолақ етек, жасыл мундир, басының алдында аппақ шалбары ботына жабысқан, үстінде шолақ етек, жасыл мундир, басына сол түстес қақырайған қалпақ киімі, мылтығын құшақтап сенделіп жүрген орты солдаттан өзге тіршілік белгісі бейнеленген білінбейді. Енді Демежан көп бөгелмей ілгері жүріп кетті. Орыс елшілігі мен жергілікті жұрт Жамбыл деп айтайтын Қытай бекінісінен екі арасы бәлендей қашықтық емес. Қашықтық қатты алыс емес. Елшіліктен сәл қисық етсең болғаны төрт бұрышында қарауыл мұнаралары бар. Қақпасының алдында айдаһар бейнелі сарғаш ту ілінген көне қорған мен мұндалап көрініп тұр. Ежелден бері бақ күндес болып келе жатқан екі империя өкілдігі бірінің бірі төбесін көріп отырмаса сағынып қалатындай бұлайша иық тіресіп, қатар жағаласып, тіпті тегін емес. Біреуі шығысқа, екіншісі батысқа қарай ентелі ұмтылып, еміне қол созғанда әр екі жақтың бұдан ары жылжуға мүмкіндігі болмай, төс тіресіп тұрып қалған бір жері осы қала екені анық. Ал енді мына бөлімде де айта кету керек. Енді қамал қапасына кіре берісінде қарулы күзет тұр. Сұр кенеттен тігілген әскери формасы бар. Жас мөлшерін айыруға болмайтын. Қайыстай қайтқан пәкене шерік бүгін Демежанға күндегідей иіліп сәлем берудің орнына түсін суыққа салып, алдын кес-кестей берді. Қытайша дауыс көтеріп, "Қайда барасың? Рұқсат қағазыңыз көрсетіңіз" деп қалды. Демежан әлдебір өзгеріс болды ма деп басында қатты абыржып қалған, бірақ іле шалы ананың шаттасып тұрғанын сезіп, көңілі орнына түсті. "Сен не ақмақ, тағы бірдеңе тартып алғансың ба, саумысың? Амбының өзінің қызметкерін танымай қараға бастадың ба?" деп ақырып жібереді. Киім үлгісі өзгерген Демежанды Шерік байғұс шынында да шатастыра алса керек. Кенет басы жерге жеткенше үйіліп, құлдық ұрды да қалды. "Кешіріңіз дөңші мырза. Бүгін Құдай ұрып сізді танымай қалған рас. Ал апиын жөнінде келсек, өткендегі қатал бұйрықтан кейін мен тіпті ауызға алуды қойғанмын." Демежан оның сөзін шала жарпы тыңдап, ішке қарай өте берді. Ана сорлының апиын дегенде жан ұшыра шошығанына күлкісі келді. Бұл күнде Қытай маншүр зиялылары мен әскери қауымды жайлап алған бір дерт бар. Ол шаппай апиын тарту. Сол пәле жағдайлы шөбешекті де жайлап бара жатқан соң, Ши Амбы биыл жыл басында құмарпаздарға қарсы қатал заң шығарған. Әскер арасында апиын тартады делінген 50-60 адамды қималдың ішіне тізіп қойып шетінен түрелеткен. Әлгі шеріктің зәре құты қалмай қорқып тұрғаны сол еді. Бұл негізі біз жалпы бедегер автордың егер жазылу үлгісіне осы шығарманың жазылуына қаратын болсақ, мен өз басым Абай жолына өте қатты ұқсатамын. Абайдың бейнесі бәрі бізге Демежанның бейнесіне ұқсатқан секілді көрінеді. Жалпы Тарбағатай мағын жайлаған халықтың жүрегін тілімдеп, жігерін жасытып, шекара сызығын жүргізіледі. Бұл айтулы оқиғаның басы қасында жүргендер Шыңжың өлкесінде орыс консулы Балқашин, ұлты қытайлық мұғалім, Демежанның ұстазы Ли Шансың және Демежан бастаған топ. Шекара бөлінісі сәтіндегі қарапайым халықтың күйінген халі шығармадағы тартысты ширықтыра түседі. Бұл күндері не істерін білмей, екі ұдай күйге түсіп, миы басына басы тамаға симай қиналып жүрген қазақ тіпті көп-ақ суреттейді. Жалпы бұл жазушы бір неге келгенде, қазір айта кетейін,
міне өзі сәт түсті. Мында жаңа айтылған наймандардың шежіре бойынша Найман атанынан тарайтын 4 Төлегетайдың кенжесі 4 уыл. 18-ші ғасырдың ортасында Жоңғар хандығы жойылып, Құлыстай өлкесі босап қалғанда Үржар мен Қатынсу бойынан үдере көшіп күнеге асып түседі. Жаңа қонысқа бірінші болып мекен тепкен елдердің бірі де осы 4 уылдар. Бұл атаудың неден шыққан көне көздер әртүрлі жориды. Біреулер 4 ауыл деген сөзден шығыпты десе, екіншісі біреулер 4 ұғыл деп ағайынды 4 жігіттен тарапты деген өздерінше дәлел келтіреді. Дегенмен қалай болған күнде де осы болжамның да шындыққа саятын жері бар. Өйткені 4 ауылдың Ақпарақ, Ақболат, Антабарақ, Қартбарақ болып 4 атаға бөлінген. Бұл көп барақтың ішінен соңғы екеуі Антабарақ пен Қартабарақ. Ежелгі ата мекенде ертіс бойында қалыпты да Ақпарақ түгелімен Ақболат жартылай күнгейге көшіп келіпті. Сол дүниенің кең кезінде ертерек келгеннен болар қазір 4 уыл рулары Тарбағатайдың күннен күнгей төсінен сонау барлық тауына дейінгі ұшырқисыз кең өлкені емін-еркін бауырына басып кең жайылып жатыр. Ақпарақтың өзі бұл күнде Дәулетей, Айттым, Кенжеғұл болып бір шектелсе, өскен ата Дәулетей, Бұқа, Шөтік, Елтізер. Бұқа деген жаңағы наймандардың кезіндегі бастық батырын айтып отырмыз. Бұқа батыр. Және де Ақжошының бөктерін бекендеп егін салумен айналысып келе жатқан Диханбай ауылының халі тіпті аянышты. Өз руластары болса да алыста Шар Қызылсу бойында шекара сызығы дәл осы Диханбай жайлап отырған ауылдың үстімен жүрмек. Қысылған сәтте екі патшалық қоспай қалдырып кетсеңдер қайтеді. Патшасыз қалдық деп өкпелемес едік дегенде айтады. Автор мұндай оймен не айтқысы келе отқанын мысалы түсінікті деп ойлаймын енді. Ондай ауыр сәтті Ақтабан шұбырындыдан кейінгі еріксіз бостандыққа ұшыраған бір кезең ретінде суреттегені ол бәрімізге мәлім. Осындай қиын қыстау сәтте кездесіп қалатын қазақтың алауыздығы туындайтын күлкілі жағдайларда шығарма оқиғасын шынайландыра түседі. Сондай оқиғаның бірі Мәмбет руының екі адамы Тоқа мен Қалыбай. Тоқа мен Қойылбай арасында болады. Қойылбай жоқ жер болса болды, бейіштен кем көрмеймін деп Тоқа таңдаулы Қойылбайға салса, Тоқа бейіштен кем көрмеймін деп Қойылбайға салған кезде, Тоқа арманда қалмайсың. Тоқаның төбесін көрмей жүрсем болды деп Қойылбай қырсығады. Екеуінің ерегісі шекара сызығын жүргізіп келе жатқандарын жұмысына бөгет болады. Ақыры бұл іске шекара комиссиясы араласып, Шиямбы мен Балқашин екеуінің ауылына бөлініп түседі. Екеуінің екі жаққа көшіріп әкетіп қалады. Сол кезде жазушы тарихи мәліметтер мен деректерді қара дүрсін баяндау түрінде келтіріп қана қоймаған. Соның арғы жағында тұрған азапты халықтың тағдырын жан жүрегін сезінген Демежандай азаматтың ішкі күйзелісін қанатымен су себелеген қарлығаштай іс әрекетін шеберлікпен көрнектегені көрініп тұр. Өз-өзін кінәлап, шекара бөлісіне қатысып жүргеніне үйіне ұры түскенде өзі қоса тонысқан Қожанасыр қылғандай сезінеді. Дәрменсіз халыққа жаны ашыған азаматтың елі шекара бөлініп, елі үшін күйзелуі, билік адамгершілік тұлғасын аша түседі деп ойлаймын өз басым. Шекара бөлініп, Ежен хан елігіндегі жер анықталған соң,
шәуешек билеушісі Ши Амбы қыр қазақтың арасында ресми сайлау өткізеді. Шекара бөлінісі кезінде Шығыс Түркістанды мекендеген қазақтың 1,5 жарым түтіні Ресей қарауына көшсе, 2,5 мың түтіні Қытай жағына қоныс аударады. Жазушы осы бір тарихи оқиғаны тілге тиек еткенде, бүгінгі Тарбағатай аймағының Қоқыстай өңірінің өткен шежіресіне де назар салып, қажетті мәліметтерді орнымен пайдаланады. Тарбағатай аймағында қазақтардың орта жүздеріне кіретін 2 үлкен ру бірлестігі бар. Оның бірі наймандар, екіншісі керейлер. Аз ғана ауыл уақ болса да, керейлердің қатынаттасып жүреді. Және де керейлермен қатынаттасып жүреді дедім. Сонымен де найманның үлкен 3 тайпасы, жаңағы 4 туыл, Байжігітпен тарайтын Жұмық пен Мәмбет ауылдары жаңа мен оқып кеткен аймақ әкімшісінің бұйрығымен бірнеше заңгіге жіктеледі. Сонымен қатар барлығы жинақтай келгенде аймақ қазақтардың 4 үкірдайға топтасады. Осы үкірдай сайлауы өткізіліп, әр рудың үкірдайы анықталады. Сайлау барысында аласапыран оқиғалар, тіпті қазақтардың аңқаулығынан туындаған күлкілі жағдайлар да болады. Роман оқиғасының қоюландыра түседі. Біз бұның бәрін байқайтынымыз, біз тек романды оқыған кезде тарихи ғана емес, біз көптеген осындай шығармашылық әдеби автордың акценттерін байқауға болады. Қабдеш Жұмаділовтің. Тағы да айта кететін нәрсе, бұл мысалы романның бір ерекшелігі бар енді. Бұл әрине тарихи өте ауыр кезеңдерді айта кететін роман. Бірақ мұнда да кішкене фантастикаға жол берген деп ойлаймын мен автор. Кейбір жерлерінде сол нақты қай бет екенін таппай отырмын. Бірақ жалпы бір сәтте автордың бізде фантастикаға жол береді, өйткені бір біздің жанмен Демежанның бағанағы жанмен қалай орын алуы, жанның қалай келуі, оның барлығын бір сипаттап өтетін бір жолы бар еді. Ол жерде жалпы мағынасы былай. Әр адам мысалы өзінің жанын таңдамайды, бірақ жанын таңдамайды. Ол өзі бізге бұйырған нәрсе, сондықтан біз ойлаймыз, оның бәрі өзі бір сәті келеді, біздің қолымыздағы нәрсе емес деп. Әрине ол біздің қолымыздағы нәрсе емес, бірақ ол андай нәрсе бар да, жандар бізде ол басқа біреудің жаны болуы мүмкін деген теориясы бар онда. Оның бәрі дәлелденіп жатыр деген сөздері де бар болатын. Ол сондықтан өз жарыңызды, Демежанның бір сөзінде айтылады, біз өз жанымызды өзіміз пенделік пен қателіктерді біз жібермеуге тырысу керек біз деген сөздер бар. Енді ал жалпы неге қайтып келсек, романымыздың түйініне қайтып келсек, 4 туылдың үрідайы жаңағы Керімбай, Демежан әкесі, өз елінің ақылшысы, алысты болжап, қиырдағын шалатын сұңғыла жан болса, оның ұлы Демежан тек руластардың ғана емес, күллі қазақтың қамын жеген азаматтық биіктерден көрініп отырады. Және бұл тағдыр талқысы атты романның 2 бөлімінде Демежан елден әкесі Керімбай үкірдайының қасынан көреміз. 4 туылдың қадірмені ақсақалы Смайыл зәңгімен және орыс консулы Балқашина қайтпас сапарға аттанған. Ел ішінің ұсақ-түйек дамайы қайшылығы үдей түспесе де толас таппаған. Демежан тек малменен ғана кәсіп қылу, тым аз кәсіптің басқа түрмен де шұғылданған және де шұғылданған жөн деп санаған. Және де бейнетқор жұртпен бірлесіп боздақ таласына егін салады. Өзіне сол егіс басына таяу жерден қора жай салдырады. Алғашында бұл өсіне өзгелері де иландыра алмайды. Тіпті өз әкесі Керімбай да наразы болады. Дегенмен алғанынан қайтпайтын бір беткей өз ұл
өз дегеніне жетеді. Бұрын қазақта жоқ үрдісті өзі бастап зәйімге салдырады. Маңына жарлы жақы байларды зәбір көрген қарапайым қатты күйзелткен осы Демежанның ара түседі, адамдарды жинайды. Қыр еліне түскен алым салықтың ауыртпалығы халықты қатты күйзелтіреді, және осы Демежанға ара түседі. Жергілікті Мәнжу сібе солаң қалмақ жұртына алым салық жиналмайды. Ал енді айта кетсек, тағы не бар? Халықтың жағдайын жанмен сезінген Демежан Шиямбаның алдына барып, салықтың шектен тыс ауыр екенін айтады. Ақыры Шиямбаны өз сөзіне ирландырып, сары ноқта, қара шығын салықты алдырып тастайды. Және қан божы деп аталатын салықты ғана күшінде қалдырады. Әйтпесе қазақ рулары шекара асып көшіп кететін қаупі туады. Керімбай дүние салып орнына Демежан күрдайлыққа сайланғанда, ағайын арасында күңкілі ушығып, бір шындықты беті ашылады. Ол шындық Демежанның нәсілі Керей Керімбайға бір болғаны жиен екендігі. Енді жалпы қарағанда, бұл шығарманың әрине бас кейіпкері Демежан. Біздің Қабдеш Жұмаділовтің бұл тарихи сәтті бізде бейнелеуі мен жалпы өзіме қатты әсер етті. Себебі бұл тек жаңа айтқандай тарихи емес, әдеби жанрда бізге басқа қырынан көрсетті деп айтуға болады. Бұл тарихи оқиғаларды. Сондықтан мен бұл романды барлық адамдарға өз басым ұсынамын. Сондай шарт тұр екен, кімге ұсынасың және неліктен деген. Енді мұнда өте тарихқа бай. Тарихи өте бір шеттен айтқандай ауыр, бірақ енді сөздері барлығы меніңше түсінікті. Бағана мен өзім оқып кеттім бірнеше тарауларын. Бұл жерде ондай ауыр ештеңесі жоқ. Ауыр емес кітап жалпы. Бірақ енді мағынасы өте зор, өте қиын да тұстары бар. Тіпті оңай деп айта алмаймын. Бірақ енді мектеп оқушыларына, жоғарғы сыныптарға жақсы шығар. Біз сол кездерде оқыдық. Жалпы бұл кітапты барлығына өз басым ұсынамын. Және назарларыңызға рахмет.